Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ассоциациялы түрде және диссоциациялы түрде қарау, көзқарастар, былайша айтқанда. Бұл да психологияның бір методына жатады, өте керемет метод. Оны пайдалануды үйреніп алсаңыз, көптеген стресстерден кетесіз, кірмейсіз, және жақсы эмоциялар өзіңізге қалыптасады. Бұл жерде бірінші біз сөздің мағынасын түсініп алуымыз керек. Ол енді жаңағы ағылшын сөздерінен кіреді бізге көп терминдер. Ассоциированный деген ол ішіне кіру деген мағынаны білдіреді. Диссоциированный деген сыртқа шығу деген, бөлу дегенді білдіреді. Адам кез келген нәрсені ойлағанда, көзқараспен қарағанда осы екі тұрғыдан қарайды. Ассоциациялы түрде және диссоциациялы түрде. Ассоциация түрінде деген ол адам ішіне кіріп, сол ситуацияның ішінде болады. Диссоциация деген сырт көзбен қарайды. Енді мысал келтірейік. Әйел ханымдар бар, жаңағы үлкен бір сериалдар көреді, түріктің сериалдары деп жатамыз. Соны көреді, жаңағы ол киноны ассоциироваться етеді, ол киномен ішіне кіріп, жаңағы сол жерде біреу айырылысып, қайтыс болып бір нәрсе болып жатса, ана героймен бірге, жаңағы кейіпкермен бірге жылап, бір күй кешеді. То есть ол жаңағы киномен ассоциироваться етеді, кейіпкермен ассоциироваться етеді. Бұның енді жаман жақсы екенін біраздан түсінесіздер. Енді бізде бір досымыз айтады, ана қайда жоқтап кинодағы кейіпкердің өміріне мен әйелім жылап отырады дейді. Ал ана өзінің туысы бір нәрсе болып жатса жаны ашымайды дейді. Мысалы дегенім ғой. Бұл жерде ол адамның жаңағы көзқарасы. Бір жағынан ассоциированный түрде киноға кіру, ал өзінің туысқанына диссоциированный түрде қарайды. Енді бұны қалай пайдаланамыз өмірде, дұрыс пайдалану? Енді Алла сақтасын, адам бір туысы қайтыс болды дейік. Ол оны есіне түсірген кезде әрине көзіне жас алады, жылайды, қайғырады. Әр есіне түсірген сайын, егер ол оған ассоциироваться етіп отырса, үнемі ол тура сол ситуацияны жаңа кешкендей болып, қайттан қайғыға кіре береді. Қазақта уақыт емші дейді ғой. Не үшін уақыт емші? Уақыт өте келе адам диссоциироваться етеді, ана ситуациядан алыстайды, дистанциядан алыстайды дегенде, жаңағы бір болған ситуациядан уақыт өте келе адам алыстап кішкене ұмытады дейді. Жаңағы қайғыны ұмытады дейді, жаңағындай. Енді кейбір адам бар, ананы ұмытқысы келмейді. Бір сатып кеткендей болам деп ойлай ма, енді Алла сақтасын, ондай ситуациядан жаңағы қайта ішіне кіре береді. Қалай кіреді ол? Қайттан есіне түсіреді, жылайды, қайттан сол күйді кешеді, ішінде күйді. Және сол ситуациядан шыға алмай қалады. Енді біреу мысалы жолдасымен айырылысып кетті, біреудің реніші бар біреуге дейік, ол ананың ішіне кіреді, қайттан ренжиді адамға. Мүмкін ол адам оны бір-ақ рет ренжіткен шығар, бірақ анау қайттан ішіне кіреді, ренжиді. Сонда оның миында, жаңағы мида қалыптасады дедік қой, алгоритмдер, жаңағы жолдар. Ол адам оны 100 рет ренжіткен сияқты болуы мүмкін де. То есть оның әсері сондай болады. Бір рет айтқан нәрсені қайта ішіне кіріп ассоциироваться ете берсе, ол еселенеді жаңағы. Сондықтан біз жақсы ситуацияға ассоциироваться етуіміз керек. Бір қуанышты жақсы жағдай болса, кейде болады, мысалы бір баламыздың кішкентай кезі есіме түсіп күлеміз. Мен өзім үйде ұлымның кішкентай кезіндегі фотосы тұр, көрген сайын жүрегім елжіреп, жаңағы балам кішкентай кезі есіме түседі. Сол сияқты жаңағы бір жақсы жетістікке жетсеңіз, мысалы, соны есіңізге алып қуансаңыз, ол сізді бір көтереді, жаңағы рухыңызды көтереді дейді ғой. Сондықтан біз жақсы нәрсемен ассоциироваться етуіміз керек, жаман нәрседен диссоциироваться етуіміз керек. Диссоциироваться деген сыртқа шығу. Енді оны қалай істей аламыз? Біз байқамай ассоциироваться етіп кете береміз, немесе керісінше жақсы нәрседен диссоциироваться етеміз. Мен үнемі айтып жүрмін, білім бізге басқаруды береді, управление береді дейміз жаңағы. Адам білімі болғанда,
және оны пайдаланғанда ол көп нәрселерді басқара алады, өзінің өмірін, эмоциясын, жаңағы. То есть бізде таңдау бар. Ассоциировать етеміз бе, диссоциировать етеміз деген таңдау бар. Просто ол методты білмегенде адам даже таңдамайды. Қайсысы келді, соны алып кете береді. Магазиннен бір екі зат тұр, сіз таңдай аласыз, екі түрлі зат тұр. Егер сіз екіншісін көрмесеңіз, біріншісін таңдап кете бересіз. Сол сияқты жаңағы, бірақ сіз ізденсеңіз, жаңағы продавецтен, сатушыдан сұрасаңыз, басқа варианттары бар ма? Ол көрсетсе сізге, сізде таңдау пайда болады. Сондықтан білім бізге таңдауды береді, және дұрыс таңдауды береді, әр ситуацияларда. Енді бұны есіңізге жақсы сақтау үшін мынандай бір метафора бар. Сіз режиссер түрінде болсаңыз, сіз диссоциациялы түрде қабылдайсыз. Мен өз өмірімнің режиссерімін. Мен өзім білем, кірем ба, шығам ба, жаңағы рөлді қалай ойнаймын. Егер сіз актер болсаңыз, сіз ішінде жүрсіз. Ситуацияның ішінде жүрсіз, жаңағы таңдауыңыз жоқ, жаңағы берілген рөлді ойнайсыз. Актер болу, ол жаңағы ассоциироваться ету. Режиссер болу, сырт көзбен қарап, корректировка беру. Сондықтан осылай есіңізге сақтаған жақсы болады. Мен өз өмірімнің режиссерімін дегендей. Енді бұл жерде тағы бір маңызды нәрсе бар. Неліктен біз бұл методты дұрыс пайдалануымыз керек? Адам өмірі, адам организмі химиялық реакциялардан құралған. Біз қуанғанда бізде дофамин гормоны бөлінеді. Ол өмірді ұзартады, адам көңіл күйін көтереді, жаңағы қарым-қатынас жақсартады. Қуану деген жақсы нәрсе ғой. Біз қайта жаңағы бір нәрсеге ассоциировать етіп ойлай берген кезде жаман нәрселерді, мысалы ренішті, басқа ситуацияларды, онда бізге организмімізде кортизол түзіледі. Кортизол гормоны, гормон стресса дейді. Тіпті сахарный диабеттің өзіне де кортизол көбейген кезде алып келеді деп айтып жатады. Енді мен врач емеспін, әрине, бірақ базовый дейді, бір кішігірім керек нәрселерді біз білуіміз керек өмірде дегенмен. Енді мысалы спорт, сонымен шұғылданған кезде адреналин бөлінеді. Ол қимыл гормоны деп аталады, бізді бір іскерлікке жігерлендіреді. Сол сияқты біздің организмімізде үнемі бір біздің эмоциямызға байланысты химиялық процесстер жүріп жатады. Енді былай қарасаңыз, сіз жаңағы көп методтарды игергенде, психологиялық әртүрлі, сіз жаңағы режиссер болып, биохимия процесін басқара аласыз. Қандай керемет дүниелер, енді Алланың қалауымен дейді. Адамға білу нәсіп болады, есту нәсіп болады, пайдалану нәсіп болады. Бір адам бар, біліп алады, бірақ пайдаланбайды. Бір адам бар, естиді, бірақ түсінбейді. Сондықтан Алла тағала әрине бізге дұғада айтады, мынандай дұға жасаңыз дейді. Осы білгендерімен дұрыс амал етуді нәсіп етті деп. Сондықтан бір мен деп біз өзіміздің нәпсімізді мен бәрін басқара аламын деп алда қатты шығу тоже дұрыс емес. Бір ауыз болсын айтып жатқаным ғой, мен енді сіздерді бір тәкаппарлыққа, менмендікке тәрбиелейін деп айтып жүріп жатқан сабақтарым емес. Мысалы өткенде мен бір досыма келдім, басым ауырып отыр деп, көңіл күй болмай отыр. Біраз сөйлестік, жақсы әңгімелер айтылды, күлдік, балалық шақты еске алдық. Ол айтады, мен еш нәрсе болмағандай, мүлде анадан жаңа туғандай өзімді қазір сезіп отырмын дейді. Сондықтан жаңағы бізге көзге көрінбейтін нәрселер организмде жүріп жатады. Оны білсеңіз де, білмесеңіз де, ол жасалатын нәрселер. Сондықтан жаңағы методқа қайтып келсек, ассоциация және диссоциациялы түрде қабылдау арқылы біз өзіміздің тіпті денсаулығымызға әсер ете алады екенбіз. Қорытындылай келсек, біз қалай пайдаланамыз ассоциация және диссоциация түрде қабылдауды? Бір іс бастардың алдында біз өзіміздің бұрынғы жетістіктерімізді есімізге алып, мен бұрын осыға жетістікке жеттім, немесе бір жақсы ситуация алып, көңіліңіз көтеріп алып, сол істі бастауға болады. Егер жаңағы бір жаман оқиға есіңізге түсіп, соның ішіне кіріп бара жатсаңыз, мен бұған ассоциировать етіп кіріп бара жатырмын ғой деп сыртқа шығу керек. Ол үшін өзіңіз қолыңызға алып, сырт көзбен қарау керек.
Тіпті мынандай метод да бар, жаңағы сіз осы отырған жеріңізден тұрып екінші жерге ауысуыңызға болады и өзіңізге сигнал бересіз. Мен қазір бұл ситуациядан шықтым деген. Егер сіз осыны контрольда ұстасаңыз, бір жаман нәрсеге, жаңағы қорқынышқа, уайымға кіріп бара жатқан кезде, мен осы кіріп бара жатырмын ба деп бісмілләңізді айтып, былайша айтқанда тіпті орныңыздан тұрып кеткеннің өзі, және алдындағы орынға сырт көзбен қарасаңыз, уже диссоциироваться еткен болып саналады. Сондықтан жаңағы өзіңізді өзіңіз эмоцияңызды ассоциация, диссоциация түрінде басқару арқылы өміріңізді әдемі бақытты қалыпқа келтіріңіздер.